Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Бибігүл Жұмабековна. Сіздермен бүгін өте оңай дайындалатын балдардың сүйікті асы творожный кексидің рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менде ортасында замороженные ягоды, яғни мұздатылған жидектер және де ақ шоколад. Ең алдымен 3 жұмыртқаны шекермен араластырамыз және аппақ болып ағарғанша араластырамыз. Миксердің жоғарғы жылдамдығында болу керек міндетті түрде. Кейін оған сүзбемізді, сүтімізді және де ерітілген сармайды салып, тағы да біраз араластырамыз. Үстіне ванилин саламыз. Мен осылай бір пачкасын салдым. Және де разрыхитель саламыз. Содан кейін ұнымызды біртіндеп салып араластырамыз. Дайын болған қамырымызды үлкен ас қасықтың көмегімен формамызға салып шығамыз. Менде осындай силиконовый форма. Әркімде формаларысы әртүрлі болуы мүмкін. Біреуінде одноразовый, біреулерінде кәдімгі кексқа арналған форма болуы мүмкін. Бұл маңызды емес. Әр кекстің ортасына ақ шоколадтан салып шықтым. Егер сізде үйде қара шоколад болса, соны да ұсатып салуыңызға болады. Және де мұздатылған жидектер салдым. Ортасындағы салмасын салып болғаннан кейін, үстіне тағы да бір ас қасықтан қамырымызды салып шығамыз. Бетіне миндальные слайсы салып шығамыз. Дайын болған кексімізді 30-35 минутқа 180 градуста пісіріп аламыз. Иісі керемет, өте жұмсақ, тәп-тәтті кекс болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, достар. Егер жасап көрген болсаңыздар, комментария жазыңыздар. Егер ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Менің каналыма подписаться етіп қойыңыздар. Алдағы уақытта тағы да видеолар шығатын болады. Қаласаңыз, бетіне осылай қант ұнтағын сеуіп қойыңызға да болады. Баршаңызға ас болсын.